Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Аружанмен бірге осындай керемет мохито компоттарын бірге дайындаңыздар. Бізге керекті жеміс-жидектер: қара өрік, абрикос, алма, лайм, 2 апельсин, 1 лимон және мята қажет болады. Жеміс-жидектеріміздің дәнектерін алып тастаймыз. Қара өріктікін алу міндетті емес. Одан соң абрикосты міндетті түрде алып тастаймыз дәнектерін, және бүлінген жерлері болса кесіп тазартып аламыз. Үшінші түрі бізде алмадан болады. Алманы да осылай керек жерлерін кесіп аламыз. Апельсинді, лимонды, лаймды дөңгелекше етіп турап, ортасындағы дәнектерін міндетті түрде алып тастаймыз. Барлығын алып тазартып аламыз. Мен 2 литр банкіге жасадым компотты. Толық рецептіні видеоның астында описанияда көрсеңіздер болады. Банкінің барлығын стерильдеп булап қойған болатынмын, және қақпақтарын 15 минут суда қайнатып алдым. Банкіге бірінші осы абрикосты салып, 2 апельсин, 1 лайм және 1 лимон, 2-3 тау мята және 200 грамм шекерді салып, қайнап тұрған суды құямыз. Су міндетті түрде қайнап тұрған болу керек. Сонымен банкымызды жабамыз. Екіншісіне қара өріктерімізді 2 тілім апельсин, 1 тілім лимон, 1 тілім лайм, 2-3 тау мята, 200 грамм қантты және қайнап тұрған суды құйып, крышкасын жабамыз. Қанты ерігенше 1-2 рет шайқап аламыз. Үшінші түрі алмадан. Дәл солай алмаларды мята, лимон, апельсин, қантымызды салып, қайнап тұрған суымызды құйып алып, қақпағын жабамыз. Мінекей өте оңай әрі ерекше дәмді осындай мохито компоттарымыз дайын болды. Міндетті түрде қысқа жауып көріңіздер.